бұл шахталардың иелеріне деген әрине біздің азаматтардың өкпесі қара қазандай. Өйткені қазір адамдардың өлімі болып жатыр. Сондықтан менің ойымша қазір мемлекеттік аудит жүргізу керек. Мемлекеттік аудиттің нәтижесінде міне осы шахталарда тозу дәрежесі қандай, және екінші, осы 30 жылдың ішінде сол шахталардың иелері қанша өздері пайда тапқан, сол пайда қайда кеткен деген сұраққа да жауап беру керек. Осы заводтардың иелері адамдардың қауіпсіздігіне және ең негізгісі сол өндірісті жаңалауға өздерінің ақшаларын салу керек. Бұл апатқа жауапты Қазақмыс компаниясы қандай жауапкершілікке тартылу керек? Жауапкершілік қандай болу керек? Енді өкінішке орай дәстүрлі түрде ол жердің ортан қолды менеджменті жауапқа тартылады. Менің ойымша қазір осы шахталардың өздерінің иелерінің, яғни құрылтайшыларының құқықтық жауапкершілігін қарастыру қажет.